Саламатсыздар ма, білім алушылар? Сіздің назарыңызға дәріс 5 тақырыбы егістердің арамшөптермен ластануын есепке алу және картаға түсіру әдістері. Қаралатын сұрақтар: егістердің арамшөптермен ластануын есепке алу әдістері, сандық массалық әдісті қолдану кезінде ластану дәрежесін есептеу, арамшөптермен ластану картасы және оны жасаудың әдістемесі. Ғылыми зерттеу мекемелері мен шаруашылықтардың тәжірибесі арамшөптермен үздіксіз күрес жүргізіп отырғанда ғана олардың ауыл шаруашылығында келтіретін зиянын бәсеңдетілігін көрсетеді. Сондықтан әрбір шаруашылықта арамшөптерді жою шаралары уақытылы жүргізіліп отырылуға тиісті. Бұл үшін қандай арамшөптер түрлері басым екендігін және келер жылы қай арамшөптер болатындығын алдын ала біліп отыру қажет. Басқаша айтқанда, олардың есепке алу керек. Арамшөптерді есепке алудың көзбен мөлшерлеуі, таразылық сандық және сандық әдістері бар. Осылардың ішінде ең ыңғайлысы және шаруашылықта кеңінен қолданылатын көзбен мөлшерлеу әдісі. Ол академик Мальцевтің 4 балдық шкаласы бойынша жүргізіледі. Бұл әдіс бойынша әрбір танапты қиғаш бағытта жүріп, арамшөптерді көзбен мөлшерлеп есепке алады. Егер егісте бірден саран өсімдіктер кездессе, онда ол 1 балл деп есептеледі. Арамшөптер әр жерде ойдым болып шоғырланып өсіп тұрса, немесе егістегі жалпы өсімдік санының 4-тен 1 бөлігімен артық болмаса, бұл 2 баллға теңеледі. Егістік жерде арамшөптер көп, дегенмен сан жағынан ауыл шаруашылық дақылдарының санынан кем, немесе оларға тең болғанда 3 балл болады. Арамшөптер тым көп, яғни мәдени өсімдіктерден саны жағынан басым болып келгенде, оларды 4 балл деп есептейді. Оңтүстік шығыс ауыл шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының ғалымдары көзбен мөлшерлеу әдісіне кейбір толықтырулар енгізді. Олардың пікірі бойынша, егер әрбір шаршы метр жерде 10-нан 50-ге дейін арамшөптер кездессе, салмағы 2-ден 15 граммға дейін жетеді. Бұл академик Мальцевтің шкаласындағы 1 баллға тең болады. Ал 50-200 арамшөп сабағы кездессе, олардың құрғақ салмағы 15-70 грамм болады екен. Ол 2 баллға тең болады. Ал 3 баллға әрбір шаршы метр жерде 200-600 арамшөптер сабағы, немесе 70-тен 200 граммға дейін құрғақ салмақ бар деректер сәйкес келеді. Егер арамшөптердің сабағының саны 500-ден 2000-ға дейін, олардың құрғақ салмағы 200-ден 800 граммға болған жерлерде 4 балл деп есепке алынады. Көзбен мөлшерлеу әдісінің онша дәлдігі болмаса да, оңайлы үшін ауыл және орман шаруашылықтарында пайдалануға ыңғайлы болып келеді. Бұл әдіспен арамшөптердің түрлері туралы толық мәліметті тек бүкіл жаз бойы жүргізгенде ғана алуға болады. Өйткені көктемде, жазда және күзде арамшөптердің түрлері ауысып тұрады. Арамшөптерді мәдени өсімдіктердің өсіп даму фазасына сәйкестендіріп есепке алған жөн. Мысалы, дәнді дақылдардың түтіктену, гүлдену және қамырланып пісу кезеңдерінде арамшөптерді есепке алуға болады. Егер арамшөптерді химиялық шаралар арқылы жоятын болса, онда оларды
гербицидтерді пайдалануға алынады. Жанамалы гербицидтерді қолданғанда 7-10 күннен кейін және 20-30 күн өткен соң есепке алған жөн. Ауыл шаруашылық өндірісінде арамшөптерді үздіксіз есепке алып тұрудың мүмкіншілігі жоқ. Сондықтан оларды есептеуді белгілі бір мезгілде байланыстырған жөн. Бірінші рет есепке алудың ең қолайлы мерзімі төрткүл жапырақшалы қос жарнақты арамшөптердің гүлдеу кезеңі. Ұсақ гүлдеу арамшөптер гүлдеген кезде оларды екінші рет қосымша есептесе, бірінші ретте тек көктей бастаған арамшөптер өсіп жетілген, оларды да есепке алуға болады. Міне, осылай жаз бойына 2 рет есеп жүргізгенде егіс алқабындағы арамшөптерді тегіс қамтып, олардың саны туралы толық мәлімет алуға болады. Ал аз жылдық арамшөптердің топырақтағы тұқымдарын жоюдың екінші тәсілі оларды топырақтың терең қабатына сіңіруі. Бұл тәсіл арамшөптердің биологиялық ерекшелігіне негізделген болып келеді. Өйткені көптеген арамшөп тұқымдары жердің беткі қабатынан жақсы көктеп шығады, сондықтан оларды сүдігер жырту арқылы терең сіңіру керек. Арамшөптермен алдын ала күрес, олардың топырақтағы тұқымдары мен вегетативті мүшелерін жою шаралары жүзеге асырылғаннан кезінде көктем шығысымен танаптарда арамшөптер пайда бола бастайды. Ендігі міндет соларды жою болып келеді. Бұл көктемдегі егіс алдындағы топырақты өңдеу жүйесі арқылы жүзеге асырылады. Әсіресе егін себудің дәл алдында жүргізген топырақ өңдеу жүйесі көктеп шыққан арамшөптерді жою ең тиімді агротехникалық шара болып есептеледі. Оны Қызылорда облысында жүргізген тәжірибе дәлелдейді. Мысалы, күріш себуден 2-3 апта бұрын танапты культивациялау алдында әр шаршы метр жерде 24 дана мысық құйрық арамшөбі табылған, ал күріштің өнімі 49,4 центнер гектарына болса, егін себуде 1-2 күн қалғанда осыған сәйкес 7 арамшөп болып күріштің түсімі 56,9 центнер гектарға жеткен мәлімет бар. Егін сепкенге дейін көктеп шықпаған арамшөптер топырақты вегетация кезінде ластайды. Сондықтан егін сепкеннен кейін танапты тырмалау, әсіресе отамалы дақылдардың қатар аралығын культивациялау ерекше орын алады. Арамшөптермен күресудің тиімді әдістерінің бірі ол ауыспалы егіс. Әсіресе біздің республиканың солтүстік облыстарында кеңінен қолданылатын дәнді парлы ауыспалы егістерде жақсы жүзеге асырылады. Себебі мұнда әр танап 2-3 жылда 1 рет парға қалдырылады. Ал таза парды бірнеше рет өңдеу арқылы танапты арамшөптерден тазартуға мүмкіндік береді. Бұған Қазақтың астық шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының көп жылдық тәжірибелі дәлел бола алады. Мысалы, Шамконың деректері бойынша таза парға себілген жаздық бидай егісінің 1 шаршы метрінде 40,9 түп арамшөбі болса, ал арпадан кейін себілген егісте 60,9 және 69,9 түп көрінген. Ал жаздық бидайдың бірегей егісінде 108,9 түп арамшөбі өскен. Арамшөптермен күресудің химиялық әдісі ол гербицидтер қолдану арқылы жүзеге асырылады.
Қазақстанда гербицидтер егістердегі арамшөптерді құрту үшін бірнеше рет қолданады. Мысалы 1954 жылы гербицид 1300 гектар егіс алқабында пайдаланды, ал 1964 жылы ол 13 миллион гектардан астам егіс көлемінде қолданылды. Бірақ та кейінгі жылдары әртүрлі себептерге байланысты ірі шаруашылықтардан тарап кетуі және кіші шаруашылықтарда қаржы тапшылығына байланысты гербицидтерді қолдану жоқтығы немесе гербицидтерді қолданылатын егіс көлемі азайып кетті. Мұның өзі егістердің арамшөптермен қатты ластануына әкеліп соқтырады екен. Арамшөптерге қарсы қолданылатын гербицидтердің түрлері өте көп, сондықтан оларды жүктеуге тура келеді. Өзінің химиялық құрамына қарай гербицид органикалық емес және органикалық болып бөлінеді. Органикалық емес гербицидке кальций цианамиді және басқалары жатады. Ал органикалық гербицидтерге ДНОК, ПХВ, 2,4D тобындағы гербицидтер жатқызылады. Гербицидтер өсімдіктерді зақымдайтын, әсіресе екі топқа біріншісі жаппай әсер ететін, ал екіншісі талғамды әсер етуші гербицидтер. Жаппай әсер ететін гербицидтер барлық өсімдік түрлерін жояды. Сондықтан оларды мәдени дақылдардан бос жерлерге, яғни таза парларда, автомобиль және темір жол танаптарының жиектерінде, су жүретін каналдардың жағалауында және тағы да басқа жерлерде қолдануға болады. Ал талғампазды әсер ететін гербицидтер егістегі арамшөптерді жояды. Олар жылына және жанаспайтын болып екі топқа бөлінеді. Жанаспалы гербицидтер өсімдік мүшелеріне тиген жеріне ғана әсер етеді, яғни жапырақтарын немесе сабақтарын күйдіреді. Сөйтіп олардың тіршілік қабілеттілігін жояды. Гербицидтер өздерінің физикалық жағдайына байланысты ерітінділер, суспензия, эмульсия түрлері болып әртүрлі шығады. Егіншілікте арамшөптерді жою үшін Қазақстан Республика Ауыл шаруашылығы министрлігінің ұсынысы бойынша жылдарға байланысты жаздық бидай, арпа егістерінде қара сұлы жою мақсатымен егін себу алдында жаздық бидайдың түтіктену фазаларында әр гектарға әсер етуші заттың 1,7-3,4 литр гектар мөлшерінде мақта егісінде прометрид препараты қолданылады. Ал мына жаңағы илаконды препараты 48%-ға дейін жаздық бидай егісінде қолданылады. Көшеттерде гербицидтерді қолдану, ол орман шаруашылығында гербицидтерді қолдану ғалымдар арасында бірыңғай көзқарас жоқ. Орман шаруашылығы мамандарының бір тобы гербицид адамдарға, малдарға, жалпы айтқанда тірі организмдерге зиянды деп санайды. Сондықтан оларды қолданбау десе, ал екінші тобы гербицидтер экономикалық жағынан тиімді және еңбек өнімділігі жоғары деп есептеп, көшеттерді гербицидтер қолдануға абайлап қарау керек деген пікір айтылған. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыз.